Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажеттілерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Қазақстанда базалық зейнетақы өзгереді. Зейнетақы жыл сайын ең төменгі күнкөріс деңгейін мөлшеріне қарай артып отырады. 2023 жылдың қаңтар айынан бастап барлық қазақстандыққа еңбек өтіліне қарамастан бюджет есебінен төленетін базалық зейнетақы мөлшеріне есептеуге қатысты түбегейлі өзгерістер күшіне енді. Еске сала кетейік, зейнетақы 3 төлемнен тұрады. Базалық, ынтымақтық және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының аударымдары. Осы материалға арқау болған базалық зейнетақы зейнеткерлер алатын соманың бір бөлігі ғана. Зейнетке енді ғана шыққан және бұрыннан зейнетақыға өтіп жүрген зейнеткерлердің зейнетақысын базалық бөлігі жыл сайын қайта есептеледі. Төлем зейнетақының басқа құрамдас бөліктері, яғни ынтымақты жасына қарай зейнетақы және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін төлемдердің мөлшеріне қарамастан барлық санаттарына беріледі. Бұл мүгедектігі бойынша зейнетақы алушыларға немесе ерікті жинақтаушы қорларына төленетін төлемдерге де қатысты. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.